Біз Жетісайлану мамандандырылған дарын мектеп-интернатының 7-ші сынып оқушылары Жабаева Аида, Турабай Жасмин, ғылыми жұмыс жетекшісі Алиманов Олжас Ретбаевич. Ғылыми жұмыс тақырыбы медициналық есептерді шығаруда статистика элементтерін пайдалану. Жұмыстың мақсаты медициналық есептеулерде статистиканың элементтерін пайдаланып, дәлдікті, қолайлы нәтижені және дұрыстықты табудың жолдарын зерттеу. Ғылыми жұмыстың өзектілігі қазіргі таңда математиканың медицинадағы маңызы өте зор. Біз статистикалық математиканы T критерийін пайдаланып, әртүрлі тәжірибелер жүргізіп көру бізге өте қызық болды. Сондықтан біз осы жобаны зерттеп көрдік. Ғылыми жұмыстың жаңалығы статистиканың алғашқы элементтер сипаттамаларын біле отырып, оның күрделі әдістерін үйреніп, медицинаның есептерінің шешімін табу. Математикалық статистика математиканың бір саласы. Бақылау немесе өлшеу арқылы анықталып, стандарт түріндегі деректерді жүйеге келтіру, өңдеу және солар бойынша тиісті ғылыми және практикалық қорытындылар шығару жөніндегі ғылым. Сенімділік интервалы. Белгілі нүктелік таңдама сипаттамалар бойынша интервалды баға немесе сенімділік интервалын құруға болады. Онда қандай да бір ықтималдылықпен генералды параметр орналасады. Әдетте медициналық биологиялық зерттеулерде π тең 0,195 сенімділік ықтималдылығының мәні қолданылады. Сенімділік ықтималдылықты толықтыратын шаманы әдетте А деп белгілейді. Статистикалық болжамдар және оларды тексеру. Салыстырылатын топтардың артықшылықтарын, олардың бөлшектері, орташа бөлшектері немесе басқа көрсеткіштері арасындағы айырмашылықтары арқылы көреді. Бұл қорытындыны көрсеткіштің статистикалық және кездейсоқ бағасы болып келеді. Айырмашылықтардың айқындылығы белгілі статистикалық болжамдарды тексеру арқылы анықталады. Клиникалық зерттеулер саласында айырмалардың статистикалық мәнділігі туралы болжам тексеріледі, бірақ статистикада басқа да варианттар барын тексеру керек. Орташа мәндер арасында айырмашылық бар немесе жоқ туралы болжамды тексеру үшін параметрлік критерийлер. Параметрлік критерийлер қауіпті заңмен тарамдаған кездейсоқ шамалар үшін қолданылады. Параметрлік емес критерийлер сапалы белгілер үшін белгісіз тарамдалу кезінде кішкентай таңдамалар үшін қолданылады. Сонымен, егер сіздің таңдамаларыңыз қауіпті тарамдалған болса, онда олардың негізінде статистикалық болжамдарды тексеру үшін параметрлік критерийлерді қолдануға болады. Салыстырылатын екі орташа мән арасындағы айырмаларды бағалаудың ең таралған параметрлік әдісі Стюдент критерийі немесе T критерийі болып табылады. Біз T критерийін пайдаланып, дарын мектебіндегі 7-8 сыныптар арасында вакцинаға қатысты сауалнама жүргіздік. Біздің нөлдік болжам дарын мектебі коронавирустың тарауына байланысты қауіпсіз немесе қауіпті екенін білгіміз келді. Біздің нөлдік болжам қабылданды. Және де біз математикалық статистиканы пайдаланып, әртүрлі есептер шығарып көрдік. Соның біріншісі, біздің бірінші есеп дарын мектебіндегі 7 сынып қыздарының бой көрсеткіштері. Бізде X мәнде берілгендердің ішіндегі ең минимумы 155, ал максимум 168. Модасы 155, медианасы 158. Арифметикалық ортасы бәрімізге белгілі формула бойынша жуықталған түрде 159,16. Сол секілді екінші мысал дарын мектебіндегі 7 сынып оқушыларының температура көрсеткіштері. Қорытынды. Адамзат табиғатты зерттеу барысында математикалық дәлдікке көбірек сүйенген. Медицинада да математиканың, оның ішіндегі статистиканың керектігін байқадық. Егер осындай есептеулер жүргізілсе, дәріні қолданудың тиімділігін арттыруға және көптеген салыстырмалы мәліметтер ала алар едік. Статистиканы зерттей келе, оның қолайлы шешімдер табуда пайдасы орасан зор екендігін байқадық. Бұл жұмыста біз көптеген мәліметтер алдық. Сонымен қатар өзіміз тәжірибе жүргізіп, есептеулер жүргізіп, статистика әдістерін қолдандық. Назарларыңызға рахмет.